Ардақты ағайындар, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында екі үлкен экологиялық мәселе бар. Оның бірі Семей полигоны, екінші Арал экологиялық аумағының халқының әлеуметтік ахуалы. Қараша айының 20-сынан бастап біз осы петиция көтергенбіз. Бұл петиция 18 қаңтар 92 жылғы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Арал маңы тұрғындарының тіршілік ету жағдайларын түбегейлі өзгерту бойынша жедел шара туралы қаулысы және 30 маусым 92 жылғы Қазақстан Республикасы Арал маңында экология апаты зардап шеккен азаматтардың әлеуметтік қорғау туралы заңына байланысты петиция көтергенбіз. Петиция көтергенімізге міне 2 айдың жүзі болды. Бір ғана мысал, Арал ауданында 80 мың халық тұрады, Қазалы ауданында 80 мың адам тұрады, Шалқар ауданында 42 мыңға дейін халық тұрады. Бұл орташа есеппен 200 мыңдай. Және осы Арал экологиялық апат аумағында туып өскен ағайындар Қазақстанның түкпір-түкпірінде 200-300 мыңға дейін ағайындар бар. Біздің көтеріп отқанымыз Қазақстан Республикасы Конституциясында көрсетілген азаматтық құқымыз. Бұл құқы біздің бейнетіміз, өңірдің тауқыметі, осы өңірде туып өскен ағайындардың әлеуметтік ахуалын жақсарту. Мысалға, бір ғана бүгінгі айта кетсек, осы 2 айдың жобасында көтерілген петицияға 18.206 адам дауыс беріп отыр. 32 адам қарсы, 32 адам қалыс қалып отыр. Өзіміздің әлеуметтік ахуалымызды, өзіміздің талабымызды, өзіміздің құқымызды мемлекет тарапынан қойып, сұрауға ауызбіршілігіміздің, елдігіміздің жоқтығы ма? Кеше ғана маған Арал ауданы әкімінің орынбасары Боқаев мырзадан 29.12.25 жылы хат келіп түсіп отыр. Жауап біздің талабымызға. Қазақстан Республикасы үкіметінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша оны қолдауға Қазақстан Республикасының азаматтарының кемінде 50 мың дауысқа ие болу керек дейді. 400-500 мың адам өсіп-өнген аумақта 50 мың қол жинау деген бұл қандай қиыншылық туындырады. Өтінем, ағайындар, көп түкірсе көл болады дейді. Өзіміздің елдігімізді, бірлігіміз істеп, осы петицияға дауыс беріп қолдауға шақырамын. Бұл біздің болашақтағы ұрпағымыздың, бүгінгі таңдағы өсіп-өніп жатқан Қазақстан Республикасы өңіріндегі азаматтардың әлеуметтік ахуалын шешуіне көптеген мемлекет тарапынан бөлінген қаражаттың қайта күшіне мінуіне оңтайлы шешім болар еді. Найза менен түртсе де жатырсын қазақ оянбай, мұнша қалың ұйқыны бердің бізге ой Аллай.